Плов жасаймыз. Ең бірінші етімізді турап аламыз. Одан кейін морковты турап аламыз. Және де үйде менде қатырылған сладкий перец бартын. Күрішімізді 2-3 рет жақсылап жуып аламыз. Етіміз пісіп қалды. Жаңа турағандарымызды саламыз. Кішкене тағы да етпен бірге қуырып, үстінен су құямыз қазір. Менде өлшенген приправалар осы пловқа арналған. Тоз, бұрышын, өзіңізде үйде бар приправаны саласыздар, дәмін қарап. Етіміз пісті, су құйдық. Енді күрішімізді саламыз. Күрішіміз суға батып тұру керек. Осылай бұқтырамыз. 15-20 минут піседі. Үйлеріңізде чеснок болса, чеснокты пісіп қалған кезде бет жағына салып жүрсеңіздер, өте дәмді болады. Күрішіміз пісті. Қазір саламыз ыдысқа.